Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін көркем есімнің 89-шы есімін оқып үйренейік. Әл-Мұғни, байытушы, әрі байытқан да, қанағаттандырған да ол. Нәжім 48. Бұл көркем есімді 1111 рет қайталап, одан кейін намазда отырғанда, пайғамбарға салауатты 11 рет оқыған адамға рухани бақуаттылық беріледі. Әл-Мұғни, байытушы. Негізі Алла тағаланың көркем есімдерін күнделікті айтып отыратын болсаңыздар, сіздерге де, ұрпағыңызға да, отбасыңызға да көптеген сауабы тиеді. Сондықтан да Алла тағаланың көркем есімдерін қайталай жүріңіз. Енді өмір сабақтарын да өткізетін болғандықтан, біраз сіздерге өмір сабақтары жөнінде айта кетейін. Негізі магазинге барамыз, дүкенге барамыз, барып үйдеріңізге қандайда сауда жасаған кезде осы Қазақстаннан шыққан өнімдерді алуға тырысыңыз. Себебі ойлаңыз, мен өзімнің ұрпағыма, балаларыма, немерелеріме, шөберелеріме солардың жағдайын жасап жатырмын. Олардың ертеңгі күні бай тұруына, бай қуатты тұруына, дәулетті болуларына өзімнің себебімді тигізіп жатырмын деп, осы Қазақстаннан шыққан өнімдерді сатып алуға тырысыңыз. Сондықтан да қандай дүкенге барсаңыз да, бірінші Қазақстаннан шыққан өнімді сатып алыңыз. Сіз өзіңіздің жағдайыңызды, балаларыңыздың жағдайын, ұрпағыңыздың жағдайын жасап жатырмын деп ойлаңыз. Міне, бұл сізге келген бірінші береке болады. Себебі бұл Қазақстаннан шыққан өнімдерді сатып алған кезде соның пайдасы сіздің отбасыңызға да міндетті түрде келеді. Себебі бұл өмірде көзге көрінбейтін, қайтып оралатын қуаттар болады. Сол қуат пен береке өзі үйіңізге үйіліп төгіліп келетін болады. Және де міндетті түрде сол сіз алып жатқан береке сіздің ұрпағыңызға да келетін болады. Сондықтан да Қазақстанда жасалған өнімдерді алуға тырысыңыз. Себебі сіз қазақсыз, қазақ мың өліп мың тірілген, қазақты ешкімде жеңе алмайды. Себебі біздің ғасырлар бойы осы 21-ші ғасырға жеткен ұрпақтарымыз, қазақ еліміз, жеріміз бар, еліміз бар, туымыз бар, елтаңбамыз бар. Осының бәрін бұйыртқан Алла тағала сіздің ұрпағыңызға да болашағын молымен жасасын деген ырыммен Қазақстанда жасалған өнімдерді көптеп алуға тырысыңыз. Сау саламатта болыңыздар.